Қазақстан Республикасының жұмыссыздықпен күрес министрлігі еліміздің мобилографиясының атасы атанып кеткен Қыран Талапбекті сотқа бермек. Себебі Қыран Талапбектің мобилография курсын оқыған жастар аз уақытта табыс көзін тауып, елде жұмыссыз жастар саны күрт төмендеген. Осыған орай жұмыссыздықпен күрес министрінің көмекшісінен сұхбат алдық. Шықты ғой қазір мына Қыран деген, сол Қыран бізді қырып жатыр. Себебі Қыран Талапбектің мобилография курсы деген шыққан қазір, жастар соны оқып алып, дереу жұмыс тауып кетіп жатыр. Республикада жұмыссыздар саны көп кезде бізге жақсы тұғын. Өйткені біздің министрліктің қызметі жұмыссыздарға жұмыс тауып беру ғой. Қазіргі таңда жұмыссыздардың саны азайған сайын біздің жұмыс азайып жатыр. Вот сол себептен біздің министрлік Қыран Талапбекті сотқа бермек. Либо курстарын азайтсын, немесе мүлдем тоқтатсын. Қарап тұрсаңыз, соның кесірінен біздің қызметкерлер сокращение кетіп, жұмыссыз қалып жатыр. Қарасаңызшы, қандай ирония. Жұмыссыздықпен күрес министрлігінің қызметкерлері жұмыссыз қалып жатыр. Не деген масқара? 15 жыл істеген жерімізден шығып бара жатырық, айналайын осы тұрғанда. Жаңа не дейді? Аш қалған повар ұқсап, жұмыссыздарға жұмыссыз дейтін өзіміз далада қалып жатырық мынау. Соның бәрі анау деп үйректер ұқсап Қытай шақпен жүретіндердің кесірінен бәрі. Атаңан әдеттер. Анда Қыран Талапбекті сотқа берейін деп жатыр дейді ғой біздің басшылар. Жеңіліп қалады ғой бәрібір. Соның официалына көтеріліске шығайын деп тұрық осы тұрғанда. Бізге де үйретсін тегін. Жаңа сабағын жүрейік бізде бүйтіп сол. Бізден көп алады екен ғой ақыры. Ақшалар көп екен бізден олардың. Иә? Стабикжан Иншотұлы iPhone әлі 13 Pro птк арнасы.